Туа салып тастап кеткен Кентауда қоқыс жәшігінен жаңа туған шақалақтың денесі табылды. Кіндігі кесілмей құр жаялыққа оралған шарананы тазалықшылар байқап полиция шақыртқан екен. Өкінішке қарай қыстың аязында қатты тоңып қалған сәби ауруханаға жетпей көз жұмды. Қорапқа салынған бейкүнә баланың өлімі тұрғындардың жүрегін ауыртқан. Көпқабатты үйдің алдындағы нәрестенің жылағанында естімедік дейді жұрт. Тәртіп сақшылары сот медициналық сараптама тағайында бауыр еті баласынан безген без бүйрек ана іздестіріліп жатыр. Егер әйел табылып жатса, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Әзірге шақалақтың шетінеп кетуіне нақты не себеп болғаны белгісіз. Бір-бірге сап қойыпты, бір коробка деме. Сосын балама адам ба деп кейінен айтты ғой, біреу тастап кетіпті деп. Жас қыздар шығар, басқа кім тастайды, опытыңдар тастамайды ғой. Біреу көтеріп қойды да, білмей түсіріп тастаған ау деп, кәдімгі бала түсіріп тастаған жолдасымен жатыр ғой. Жоқ, 7-8 айлық аяқ қолы бәрі бүтін. Или түнде туып тастап жаурап қалды ма